айтшы, сен сияқты тырық болғаннан гөрі томпақ болғаным жақсы ғой. Кім айтты? Сен өзің әрең қимылдайтын жарсың. Мен деген денім шырақ. Сендер кімге тиісіп отырсыңдар? Егер сен Досым келсе, мына екеуі мен кекетіп жан отыр, келші екеуміз шешсінші. Мен жеп самақсыңдар, бәрібір томпақ екендерін көрініп тұр ғой. Мен сендерге проблема керек па? Томпақ сендермеші? Жігіттер, мына жеріне бастарыңа көтеріп отырсыңдар, ұят емес па? Біз бұнда кім мықты екенін шеше алмай жатыр. Кімнің мықты екенін шеше алмай жатсыңдар, менің ойыныма келіңдер. Бұндай ойын, қандай ойын? Мен сендерге тапсырма беріп отырам, соны кім бірінші аяқтап бітірсе, сол команда жеңеді. Одан кейін сыйлық алады. Досым, ақырерге атып қой, кет кіріп бізді. Давай. Онда біз ойнаймыз, сендерден қаламыз ба? Онда жүріңдер барлықтарың. Менің сендерге бірінші тапсырмам. Осы үйде бір карточка жасырғам. Далада бір карточка жасырғам. Соны кім бірінші тауып алып келеді, соған 3 ұпай беріледі. Біз далаға. Онда біз үйге. Сендер тапқанша демалып отырайын. Тез тауыпсыңдар. Қайсымызға ұпай бересің енді? Екеуіңе де 2 ұпайдан берем. Өйткені сендер екеуің бірдей тауып келіңдер. Менің енді келесі тапсырмам спорт жағында. Жүріңдер. Спорт жағы дегеніміз ол отжимание. Бастай берулеріңе рұқсат. 2. Жарайды, оң жақтағы 2 бала 3 ұпай алды. Енді келесі жарысымыз білім жағынан. Өзіміздің орнымызға кеттік. Көбейту кестесін білесіңдер ғой? Көбейту кестесіне қоямын. 7 жердегі 8 қанша? Сен 26. Дұрыс. 9 жердегі 7 қанша? Сен 63. Дұрыс. 2 жердегі 5 қанша? Сен 10. Дұрыс. Бұл соңғысы. 6 жердегі 4 қанша? Сен 24.
Дұрыс. Сендердің екі топтың ұпайын қосқанда бірдей шығыптыр. Енді финальный раундта ертеңге қалдырамыз. Ертеңге жүр боссыңдар. Ой, онда ертең жолығамыз. Ертеңге дейін тапсырмалар тағы да тауып қойайын. Қой кеттім.